өздеріңіз білесіздер, біздің осы ауылымыз арақ сатылмайтын ауыл болып келе жатыр. Сол кезде қариялардың дұғасы, одан бер жақта қариялардың дұғасы. Көбісі өтіп кетті, мына күні көрінмей қалды. Солардың сұраған дұғасы, мына соңы, мына сапекеңдер отыр, әбекеңдер отыр, мысалы кейін лесағайлар деген сияқты соңы. Бұл кісілер сол кезде жап-жас қариялар тұғында, қазір енді ауылдың үлкендері болып қалды. Мысалы, міне осы кісілердің дұғасы, ауылымыз сондай бір берекелі ауыл болса екен, үлгі болатын ауыл болса екен деп, міне сол дұғалар қабыл болып, міне ауылымыз қазір тазарып қалды. Енді мына соңғыларының бірі, мына ауылымызда үлкен тойхана Шәріпбек ағамыз басқарып отырған. Осыдан 2 аптадай бұрын болу керек, шамамен біздің ауылда әр апта кешке жиналыс болады, алқа құрылған алқа бойынша. Сол алқа жиналысына осы Шәріпбек ағамыз шақырылды. Келген кезде ұсыныс айттық. Мына тойхананың алдына ана жүрекпен құтарыс деп жазу жазсақ қалай болады? Сіз бастаңыз, біз ақшасын жәрдем береміз. Соған 800 мыңдай ақша кетеді екен сол. Ана бір кішкентай ғана бір ары кетсе 100 мың теңге, 150 теңге тұратын жер деп ойлағам мен өз басымда жеке. Сол кезде ағамыз айтты, бір тиындаңыз қажет жоқ, өзім қойып берем деді да, бір аптаның ішінде қойып тастады. Бір аптада қосып берді. Бұдан да үлкен мәселе болып тұр. Ол пайғамбар саллаллаху 10 түрлі адамды Құдай лағнеттейді деп айтқан болатын. 10 түрлі адамды Алла лағнеттейді деген болатын. Олар кімдер? Арақ сатушылар, құйып берушілер, ішушілер, сақтаушылар, жинаушылар, істеушілер, ана арақты істеп нететіндер деген сияқты. Біздің ауылдың таксилерінің өзі қаладан біреулер үйіне қонақ күтеміз деп арақ салып атсам, несіне? Сумкасы салып келсе, біздің ауылдың такси жігіттерінің өзі айтады екен. Мынауыңыз арақ білем ғой, дауыс шығады. Маған мінбей ақ қойыңыз, басқа жаққа мініңіз. Өйткені тасыған үшін ол да лағнетке ұшырап кетеді. Жанымдегі таксистің өзі лағнетке ұшырап кетеді. Тасып көріп тұр, біліп тұр ғой, білмей қалса мақұл. Сонда маған басқа бір айтты, сіздердің ауылдарыңыздың таксилері сондай екен ғой дейді. Алмайды екен ғой дейді. Арақ ұстағандардың өзін алмайды екен ғой машина дейді. Алла разы болсын. Беретін, ризықты беретін Алла Тағала ғой. Мына Шымкентте не көп, тойхана көп, кафе көп. Бірақ кейбіреуінің басшылары намазхан жігіттер 5 уақыт намаз оқиды. Сөйтіп жүріп тойханасында арағын құртамайды. Кафесіндегі арағын құртамайтқан не бір жігіттер. Міне осы Шәріпбек ағамыздың осы тойхананы бұдан кейін арақсыз өткіземін деген сөзін естігеннен кейін мына ағаларымыз, інілеріміз қуанып, осы бүгінгі жұмада сіздердің алдарыңызда бір шапан кигізсек деп жатырмыз. Ал сыртқа шығып, Шәкенің айғырын тамашалайық. Ары қарай тойхана. Шәке, бұл харам нәрсе қашанда харам ғой ағайындар. Алла Тағала сондай рақымды, мейірімді. Бір сәтте абыройын көтеріп қойса, егер біз Алланың тыйым салған нәрсесіне жолайтын болсақ, бір сәтте төмендетіп тастайды ғой Алла Тағала. Алла разы болсын. Мынау осындай ағаларымыз, бір-бірін батыр дейтін ағаларымыз көбейе берсін. Ал бисмилля, бәріміз тойханаға барайық. Әбеке, басқаңыз ішім қойып кетпесін. Барлықтарың жүріңіздер. Мен кім едім, қазақ деген ел едім. Қанжармен тарап шашымды, қара шамды жебедім. Мен қазақ деген алдаспан, алдалаштың бас едім. Омырауымды оқ тескен, оғыздың шерлі жас едім. Бұлан бір санды бұр едім, кеудемен намыс қайнатқан. Астыма мінген жүйріктің, желкесін жерге шайнатқан. Алдымдағы дұшпанға ақ жебе болып атылдым. Мен қазақ деген баһадүр, мен қазақ деген батырмын. Мен қазақ деген баһадүр, мен қазақ деген батырмын. Қотарыстың жұртымен білемін ғой, Алланың кереметін ойға алған жұрт. Дүниенің қызықпай қызығына, Алланың Құранына байланған жұрт. Ынтымақ бірлігінде береке бар, бір-біріне құшақпен сайланған жұрт. Жалғыз сауса қылдырып болады деп, жұмылып жұдырыққа айналған жұрт. Бұл ауылдың әрине ойы мықты, тек қана қанағатпен тойыныпты. Бұл ауылдың мың жасасын жігіттері жамана деп әрине жойылыпты. Шапағат дейтұғын ау сарайыңда,
талайдың өткен еді тойы мықты. Шәріптейін ағама қол соғыңдар, ақ-қараны дәл бүгін айырыпты. Бұдан кейін ағайын бұл сарайға қуараққа блокпост қойылыпты. Алла разы болсын, мына арнайы ауданнан келген аға інілерімізге де Алла өмірлеріңізге береке берсін.